Reddit қолданушылары, сіз ескерген ең жаман иісі бар нәрсе қандай болды? Видеодағы комменттердің барлығы Reddit сайтынан алынған. Шіріп кеткен картоптың иісі. Өте нашар иіс. Ескі сарайдағы шкафта бір банка краска тұрды. Сыртында срогі өтіп кеткенін көрсем де көтім қышып қақпағын ашам ғой. Ё-моё, сарайдан жүгіріп шықтым. Капец сасық краска екен. Бірде мен қала сыртынан өлі жылқының денесін тауып алдым. Мен де бір ақымақпын ғой. Атамның мылтығымен жылқының ішіне атып қалдым. Оқ тие сала жылқының ішіндегі қан, шіріген ішектері менің үстіме қарай шашылып кетті. Иісі енді жаман сасыды. Үйге мені кіргізбеді. Атамдар мені шешіндіріп шлангпен су атты. Кешке таман ұрысып жүріп бірақ кіргізді. 11 қыркүйектегі Манхэттеннің орталық көшелеріндегі иіс. Бәріміз ненің иіс екенін білдік, бірақ ешкім оны сезбегенде жүре берді. Өте қиын уақыт болды. Мен ветеринар болып жұмыс істеймін. Жазда бір фермер бізге зерттеуге қаздың жұмыртқасын жіберген болатын. Ең қызығы ол оны поштамен жіберген. Жұмыртқа, пошта, жаздың күні еще 2 апта кешігіп жеткізді. Ашқан кездегі иіс, көліктің багажында жатқан өліктің иісі. Мұрнымның алдында тұрған сияқты. Әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Тоже өліктің иісі. Общагадағы бала наркотиктен қайтыс болған. Оның бөлмесінде көрші жігіт үйіне кетсе керек, бөлмеде болмады. Біз общагадан қатты жағымсыз иісті сезіп бөлменің есігін қақтық. Ешкім ашпағасын бұзып кірді. Кіре сала иіс қатты шықты. Диванда сол бала жатқан. Ол өзінің құсқан құсығына қақалып наркотикке уланып өліп қалған. Кейін белгілі болғандай, оның өлгеніне 5 күн болыпты. Оған дейін біз мүлдем байқамаппыз. Оны да ешкім іздемеген. Американдық колледждің общагасында жаттым. Бір есалаң шошқаның етін духовкаға салып ұмытып кеткен. Біз ас үйді жуып шықтық, бірақ неге екенін духовканы ашпаппыз. Солай ол 2 ай жатты. Кейін духовканың есігін ашқанда біз духовка емес, тозақтың есігін ашқандай болдық. Мен мәйіттерді неден өлгенін сойып зерттеймін. Ең жаманы өте толық адамның мәйіті болды. Ол канализацияға құлап кеткен. Ол жерде тұншығып өлген, және 1 аптадай сол жерде жатқан. Енді елестетіп көріңіздер, қандай иіс шыққанын. Байғұс адам-ай, өте қиын өлім болыпты. Бұл 1979 жыл еді. Анза-Барега шөліне апаратын тас жолда бір әйел көлік ішінде өзіне қол жұмсап өліпті. Біздің бригада оны бірінші болып көрді. Біз көлікке жеткенде оның есігі құлыптаулы болды. Біздің капитан көліктің артқы терезесін сындырып ішке кірді. Ол жылдары бізде өлікті көрсек бәрібір тамырын, тынысын тексеру керек болды. Заң солай еді. Әйелдің асқазанынан 100-ге жуық дәріні тапқан. Яғни ол неше түрлі дәрілерді ішіп өлген. Қалай қиналып өлгенін елестету қиын. Енді көліктегі иісті айта алмаймын. Ішіндегі кейбір дәрілер әйелдің терісін ертіп жіберген. Көліктегі иіс біразға дейін кетпеді. Өртенген адамдардың денесінің иісі. Ыңғайсыз сұрақ, бірақ шынымен оны қайдан ескедіңіз? Ауғандағы соғыс кезінде бір түсініксіз болғаны, әр адамның денесінің иісі әртүрлі болды. Соғыста өліктің иісінен жаманы жоқ. Менің ағам аңшы. Ол койоттарды атуға шықпас бұрын еттерді кесіп банкаға салып қояды. Сәл аши бастаған кездегі иісін койоттар жақсы сезеді деп түсіндірді. Ал жақсы дедім. Енді ол да бір жүрген қопал ғой. Үйден шығарда банканы құлатып алды. Үйдің іші сасып кетті. Түні бойы терезе ашып жаттық. 4 күн бұрын өлген адамның мәйітінің иісі. Еще ол жылытқыш пештің жанында қалып қалған. Оны иіскеп алып бірнеше күн құсып тұшып ауырдым. Ыстықтай сасып тұрма? 2005 жылы Катрин ураганы. Сол кезде қаншама адамның өлі денелері бұрыш-бұрышта жатты. Көбісі су бетінде қалқып тұрды. Сол кездегі иісті айтып жеткізе алмаймын. Иіспен қоса көріністе қорқынышты болды. Менің балық аяғымның иісі. Міне толық нұсқасы. Мен Қытайда жүргенімде бір ресторанға кірдім. Қытайлық достарым ең дәмді жер деді. Олар уже заказ беріп тамақтарын жеп жатыр. Ол жерден дәмді деген бір балықты алдым. Соус таңдаңыз деді. Енді ол жерде неше түрі болды. Бір жігіттің кайфпен бір қызыл соусты жеп отырғанын көріп, маған да сол соус дедім. Балығым келді. Сразу айтайын, иіс бір түрлі болды. Бірақ достарым тамақты айырып жатыр. Ысырап болмасын деп қиналып жеп алдым. Кешке үйге келдім. Аяғымды шешсем жаңағы балықтың иісі шығып тұр. Деп жуып ұйықтап қалдым. Таңертең иіс тіпті құтырып кетті. Неше түрлі сабын, дәрі, майздар жақтым. Кетпейді. Соңында менің жылағым келіп кетті. Өйткені анау енді өте жаман иіс. Адамдар бір түрлі қарайтын. Ал ана сүмелі қытайстардан сасымайтын неге екенін. Ал сен өмірінде ескерген ең жағымсыз, ең нашар иіс қандай болды? Комментарийға жазуды ұмытпа. Және де осы видеоға лайк басып, подписаться ет. Каналды бірге қолдайық.